24 ауырлық күші деген не? Сабақта ауырлық күші туралы білесің. 1. Бақыла, спортпен шұғылданып жүрген балаларды бақыла. Әр суретте допқа не болады? Жер барлық денені, яғни адамдарды, теңіз бен мұхит суын, үйлерді, жер серіктерін өзіне тартады. Жердің денелерді өзіне тарту күшін ауырлық күші деп атайды. 2. Құбылыстарды сипатта. Фотосуреттерге қара. Табиғатта қандай құбылыстар ауырлық күшінің әсеріне бағынады? Бұл күштің әсері қалай білінеді? Сипатта сондай құбылыстарға мысал келтір. Зертте. Денелерге ауырлық күші қалай әсер етеді? 3. Талда жер шар тәрізді болса, неге оның бетіндегі мұхит, теңіз, өзен суы төгілмейді? Неге өзендер жер бетімен ағады? Ауырлық күші жер бетіндегі денелерге де, жерге жақын денелерге де, мысалы, ай мен жасанды серіктерге де әсер етеді. Ауырлық күші жер шарының дәл ортасындағы нүктесіне, центріне қарай бағытталады. Дененің массасы неғұрлым ауыр болған сайын, оған соғұрлым көп ауырлық күші әсер етеді. Сен білесің бе? Ағылшын ғалымы Исаак Ньютон жеміс бағында демалып отырғанда басына алма құлап түскен екен. Осы жағдай оның ауырлық күші туралы заңды ашуына себеп болған дейді. Суретке қара. Әткеншек неліктен қозғалады? Су бұрғақтағы су неліктен төмен құлайды? Ауырлық күшінің әсерін қай жерден байқауға болады? Мысал келтір. Ғарыштағы кез келген ғаламшарда айда ауырлық күші әсер етеді. Оның денеге әсері ғаламшардың массасына және ары қашықтыққа байланысты болады. Ғаламшардың массасы аз болса, денені өзіне тарту күші де аз болады. Сондай-ақ дене ғаламшардан алыстаған сайын, тартылыс күші де кеми береді. Ойлан, ауырлық күші жоғалып кетсе, әлем қалай өзгереді? Есте сақта. Ауырлық күшінің әсерінен денелер жерге тартылады.